Hello everyone, сәлем барлықтарыңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі 10-шы сабаққа қош келдіңіздер. 10-шы сабақтың ең бірінші section бұл listening, яғни тыңдалым. Anna is a journalist. Anna журналист. She works for a magazine. Ол журналда жұмыс жасайды. Matt is a teacher. Matt мұғалім. He teaches English. Ол ағылшыннан сабақ береді. Laura is Matt's daughter. Laura Matt'ың қызы. Яғни бұнда тыңдалым берілген, бұның дұрыс емесін true, false қылып белгілеу керексіздер. Ары қарай бізде reading, оқылым. Why does Antonia speak English at work? Антония не үшін ағылшынша сөйлейді жұмысында? How does he help people? Ол адамдарға қалай көмектеседі? Does Charlotte work for? Charlotte кімге жұмыс жасайды? What things does she do in English? Оның жасайтын нәрсесі ағылшын тіліндегі. Why do they speak English in meeting in her company? Олар компанияларында жиналыс кезінде неге ағылшын тілінде сөйлейді? Яғни мұнда мәтін бойынша мына сұрақтарға жауап беру керексіздер. Келесі бізде writing, жазылым. Яғни біз алдында өткен present simpleға қатысты бұның формасына қойып шығамыз. Мысалында I live in a flat. She lives in a flat. They read magazines. She biz жалғаған болатынбыз. She reads magazines. I study Italian. My sister studies Italian. Do you speak English? Sen ағылшынша сөйлейсің ба? Does he speak English? Ол ағылшынша сөйлейді ме? I don't eat fish. Мен балық жемеймін. My brother doesn't eat fish. Where do you work? Қайда жұмыс жасайсың? Where does wife work? Яғни she сұрау сөйлеме және болып сөйлемде doesn't болады. Мына жерде көріп тұрсыздар, doesn't жерде сұрау сөйлемде does алдына шығып кетеді. Ары қарай you don't speak Italian, сен ағылшынша сөйлемейсің. Tom ағылшынша сөйлемейді. Doesn't speak Italian. Бізде мына жақшаның ішінде тұрған сөздерді ашып жазу керекпіз. Мысалы, she listens. She listens to the radio. She listens to the radio. Ол радио тыңдайды. My brother goes to university in Manchester. Яғни мұнда goes бар. My brother goes. И жалғау жалғанады. Brother goes. We work. As live. We work болған кезде етістік ештеңе жалғанбайды. The program бұл үшінші жақта тұр. Үшінші жақта тұрғандықтан болған finishes. Бұл es жалғау жалғанады. She usually have'ымыз бізде has болып кетеді. She usually has food for breakfast. Ол әдетте таңғы асқа балық жейді. Фрукт жейді. Келесі сөйлеу. Яғни сіздерге сурет беріледі. Мына сурет. Мына сурет бойынша сіздер жауап беру керексіздер. Who are they? Олар кімдер? Do they like lessons? Олар сабақтарын жақсы көреді ма? Where does he work?
Олар қайда жұмыс істейді? Does she speak English at work? Олар ағылшынша мектепте жұмысында ағылшынша сөйлейді ма? Does he like her job? Ол жұмысын жақсы көреді ма? Мысалында who are they? Олар кімдер? They are students. Олар студенттер. Do they like lessons? Олар сабақтан жақсы көре ма? Yes, they like lessons. Where does she work? Ол қайда жұмыс жасайды? Ол жұмыс жасамайды. She doesn't work. Does she speak English at work? Олар ағылшынша сөйлей ма? Ол no, she doesn't speak at work. Немесе yes, she speaks English at work. Does he like her job? Yes, she likes her job. No, she doesn't like her job. Яғни сіздер өздеріңіздің жауаптарыңызды бересіздер. Бізде homework үй тапсырмасы, яғни I work in a bank. Мен банкте жұмыс жасаймын. I work in a bank. Жақшаны, бізде жақшаны асқан кезде to сөзі түсіп қалады. Яғни I work in a bank. He, she, етістікке S соған жалғайтымыз, яғни he lives in Moscow. Anna has a shower every day. Anna күнде душқа түседі. Anna has a shower every day. I like flowers. Like деген кезде ештеңе жалғанбайды, себебі I болып тұр. I, we, they, you да етістікке ештеңе жалғанбайды. Tom play-ға жалғаймыз, себебі Tom адам үшінші жақта тұр. Tom plays the piano. Cats drink milk. Мысықтар сүт ішеді. Мұнда drinkқа ештеңе жалғамады, себебі cats іш жалғаны өзі көпшілік жүреді. She gets up early. She gets up early. She gets up early. Ол ерте тұрады. Ары қарай жалғастыратын болсақ, I love you. Мен сені жақсы көремін. Christina and might study English. Мұнда Christina and might екі тұрғандық. Оларға етістікке ештеңе жалғанбайды, яғни study болып қалады. Мұнда бізде мәтін берілген. Осы мәтінді аударайық. Most kids say they don't like school. They say their subjects are boring or there is too much homework. Көптеген балалар айтады, they don't like school. Олар мектепте жақсы көрмейміз деп. They say their subjects are boring. Олар айтады, олар пәндері ішпыстырарлық. Және де үй жұмысы өте көп. In fact, school is one of the best times of a person's life. Шын мәнісінде мектеп бұл адам өміріндегі ең керемет уақыттың бірі. Think about it. Осы жайлы ойлан. The hours are short. Сағаттар қысқа. Usually just 6 hours a day. Әдетте тек қана күніне 6 сағат қана. You have the opportunity to learn lots of really useful stuff. Және де сенің көптеген жаңа нәрселерді үйренуге мүмкіндігің бар. You get to do science experiments. Ғылыми эксперименттер жасайсың. Learn a musical instrument. Музыкалық инструменттерді үйренесің. And play sports. Және де спортпен шұғылданасың. On top of that, you get loads of holidays. Сонымен қатар сенде әртүрлі демалыстар болады. I nearly forget. You also get to play with your friends 5 days a week. Сонымен қатар мен ұмытып барады екенмін. Сенің көрісетін, ойнайтын достарың болады. Аптасынан 5 рет. What is there not to like? Оны ұнатпайтын несі бар? Okay, school lunch are not the best in the world. Мүмкін мектептегі тамақтар, түскі тамақтар мұншалықта күшті болмауы мүмкін әлем бойынша. Бірақ you can bring your own lunch. Сен өзіңнің тамағыңды алып келе аласың. And yes, exams are stressful. Және де экзамендер қиын болуы мүмкін. But if you study, you'll do well in them. Егер де оқитын болсаң,
Сен жақсы тапсырасың. I'd love to go back to school. Менің мектепке қайтып барғым келеді. If I had another chance, I'd try my best in every subject. Егер де менде шанс болатын болса, мен қайтып барар едім. Және де мен әр сабақтан жақсы орындар едім. Енді бізде астында тапсырма берілген. Аудионы тыңдаймыз. Listenaminute.com. School. Most kids say they don't like school. They say their subjects are boring or there's too much homework. In fact, school is one of the best times of a person's life. Think about it. The hours are short, usually just 6 hours a day. You have the opportunity to learn lots of really useful stuff. You get to do science experiments, learn a musical instrument, and play sports. On top of that, you get loads of holidays. Oh, I nearly forgot. You also get to see and play with your friends 5 days a week. What is there not to like? Okay, school lunches are not the best in the world, but you can bring your own lunch. And yes, exams are stressful, but if you study, you'll do well in them. I'd love to go back to school. If I had another chance, I'd try my best in every subject. Окей, енді біз бос орындардың орнын толтырайық. Listenaminute.com. School. Most kids say they don't like school. Most kids say they don't like school. Say their subjects are boring. The subjects are boring. They are boring. Or there's too much homework. In fact, school is one of the best times of a person's life. Think about it. The hours are short, usually just 6 hours a day. You have the opportunity to Yani sizden mümkünlüğünüz var. To learn lots of really useful stuff. You get to do science experiments, learn a musical instrument, and play sports. On top of that, you get loads. You get loads of holidays. Oh, I nearly forgot. You also get to see and play with your friends 5 days a week. What is there not to like? Okay, school lunches are not the best in the world, but you can bring your own lunch. And yes, exams are stressful, but if you study, you'll do well in them. I'd love to go back to school. If I had another chance, I'd try my best in every. I had another chance. Егер де менің басқа мүмкіндігім болса деген сөз. Әрі қарай кеттік. What do you see in at the picture? Speaking. Суретте көрсіз. Call the names of things. Заттардың атын атаңыз. How many things at the picture? Суретте қанша зат бар? What is the colors of pens? Қаламдардың түстері қандай? Do you like reading books? Сізге кітап оқыған ұнай ма? Okay. This is a board. Мынау тақта. This is a board. This is a bag. Bag. Scissors. Scissors. Pens. Books. Books. Apple. Pencils. Globus. Ruler.
bell, compass, notebook, paint, brush. Next question. How many things at the picture? How many? Times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. There are 17. Yeah, 17 заттар екен. What is the color of pens? Қаламдардың түстері қандай? Green, yellow, orange, pink, blue, purple. Do you like reading books? Сізге кітап оқыған ұнай ма? Yes, I like reading books. No, I don't like reading books деп айтсаңыздар да болады. Бізде back to school, мектепке қайтып барамыз. In this year, we all face difficulties such as online learning. Осы жылы біз көптеген қиындықтарға тап болдық. Мысалында, онлайн оқу, weak Wi-Fi, әлсіз Wi-Fi, and so on. Және тағы да басқа. It was stressful a lot, and we spent over a year and a half every day sitting in the bedroom and listening to our teachers. Бұл сондай стресслі жағдай болды, себебі біздің барлығымызда 1,5 жыл бойы жатын бөлмемізде, төсегімізде отырып, мұғалімдерді тыңдауға тура келді. Some students couldn't turn on the camera, кейбіреулері камераларын қоса алмады, or open the microphone, немесе микрофондарын қоса алмады. It was unfortunate for the education system as well. Бұл сонымен қатар білім системасына да қиындығын келтірді. Now everything changed, бірақ қазір барлығы өзгерді. We are now back to school. Біз қазір мектепке қайтып бардық. The place where we earn great knowledge. Біздің үлкен білім алатын жерімізге қайта оралдық. We are thankful that we are back to school. Біз рахмет етеміз, себебі біздің мектепке қайтып оралдық. In person, masks may be required in the building. Және де ғимараттарда мүмкін маска талап етіледі. We all cannot wait to visit our teachers in person or classmates. We hope it will be normal soon. Біз бір-бірімізді мұғалімімізді немесе досымызға бара алмаймыз, себебі қазір карантинді жағдай, және де барлығы жақын арада жақсы болып кететініне сенімдімін. One day we will get back to normal. Яғни барлығы бір күні жақсарады. We must be thankful that we had technologies to get online school. Біз және де рахмет айту керекпіз, себебі бізде технология бар, онлайн оқуға. Some students didn't have a chance to have a piece of technology to use for school. Кейбір студенттердің тіпті шанс болмады. Кішкентай болсын технологияны қолдануға мектепте. We all know that we've gone through and now it is finished. Біздің барлығымызда сол жағдайдан өттік. Және де бұл қазір аяқталды. Let's all thank our teachers who did the hard work and spending all the time with students. Және де мұғалімдерге рахметімізді айтайық. Жақсы жұмыс жасаған, және де уақыттарын студенттерге арнаған. Let's hope and pray that life will be better again. Үміттенейік және де дұға жасайық, өмір қайтадан жақсарады деп. And we will get rid of mask requirements hopefully. Және де маска требовать ететін, талап етілетінен құтылатын шығармыз. Now, let me ask this question. Енді маған осы сұраққа жауап беріңіз. Did you have fun during the pandemic? Пандемия уақытында сіз көтердіңіз ба? Do you like this text? Мәтін ұнады ма? Is the text easy for you? Мәтін сізге оңай болды ма? What did you understand in this text? Мәтіннен не ой түйдіңіз? What kind of technologies do you use? Қандай технологияны сіз қолданасыз? Did you have problems with internet during pandemic? Сіз пандемия уақытында проблемаларға тап болдыңыз ба? Яғни, мына сұрақтарға жауап беру керексіз. Мәтін ұнады ма сізге? Yes, I like. Егер де
Мәтін жеңіл болса, yes, it was easy for me. Маған жеңіл болды. What do you understand in this text? Не түсіндіңіз? About online school, yeah? Online learning. What kind of technology do you use? Қандай технологияларды қолданасыз? For example, phone, laptop, notebook, computer, yeah? Laptop дегеніміз notebook, computer, бұл компьютер. Did you have problems with internet during pandemic? Пандемия уақытында қиындықтарға ұшырадыңыз ба интернеттен? Иә, әрине, Wi-Fi болды. Мүмкін кейбіреулері they have no problems. Олардың ешқандай да проблемалары болмады. Осымен сіздердің 10-шы сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Goodbye.